Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар. Бүгінгі біздің видеомыз лифкас ашатын аппарат туралы болмақ. Ол туралы біз 10 шақты видео түсірсек те, оның бәрінде бос сөздер айтылған екен, нақты қалай жұмыс істеп жатқаны туралы видеолар кішкене түсініксіздеу болып қалған екен. Біз негізі осы скаттың ішіне штукатурка қабырғаға жаққан кезде мақсат қойғанбыз, ойлағанбыз, бетіне лифкас жағамыз, сол кезде лифкас аппарат туралы осы квадратураны қанша уақытта бітіретінімізді өз қолымызбен жағып көрсетеміз. Одан кейін келесі видеода үшкүркі жасаймыз, осы квадратураны қанша уақытта бітіруге болатын. Сосын покрасочный аппараттарын әр түрмен краска шашып, водоэмульсия шашып көреміз неше түрлі сұйықтықтарды. Сонымен қазір біз раствор дайындадық лифкасты. Бұл жерде біздің кішігірім тәжірибелерімізді айта өтсек, клиенттермен, тұтынушылармен кері байланыстағы туындаған. Негізі бұл аппаратты қолданар кезде растворды дайындау керек. Дайындау үшін сіздер перфоратормен, салынатын миксермен жұмыс істесеңіздер, онда үлгермей кетесіздер. Бұның жылдамдығы үлкен, минутына 12 литр, 10-12 литр лифкас айдайды. Ол үшін арнайы осындай тұтқасы бар арнайы миксер сатып алғандарыңыз дұрыс болады негізі. Сонда бұнымен араластыру раствор жылдам дайын болады. Бұның обороты үлкен болғандықтан қолға ұстағанға да ыңғайлы. Сосын біз мына жерге раствор дайындап қойдық. Жаңа бұл глад бізде негізі офисте тұрған глад, соны ала салдық магазинде тұрғаны. Негізі кез келген смес бола береді. Тек сместерін өзіңіз таңдап аласыз, реттеп аласыз, жаңа сұйықтығын, қоюлығы жағын. Ал былай смес таңдамайды аппарат. Жарайды, қазір мынау дайын. Енді мына салу керек аппаратты. Бұл жерде біраз тұтынушыларымыз біздің мынау шығырықты тартып, осылай көтеріп барып, үстіне салып жүр екен. Негізі бұл аппарат лифкасқа салу үшін осылай басып сала саласыздар. Негізі гипсовый штукатурка жағылған, бұл қабырғаға оның түсі әппақ болғаннан кейін қазір бетіне лифкас жақсақ, оның түсі де үстіне ақ болып көрінбей қалатын болғандықтан, жаңа біз қара кішкене түс беру үшін краскілеп қойғанбыз, бетіне краска шашып қойғанбыз қара. Мына ішіндегі сол красканы ағызып тастайын. Сосын мынаның басында сапло 655 деген сапло тұр. Бұл біздегі қазір ең үлкен сапло 655 деген. Бұның тесіктің диаметрі 0,0055 дюйм, ал градусы 60 градуста шашады. Шамамен өткенде біз өлшегенде 2 метр қашықтан тұрып шашқанда бұл 1,60 қашықтыққа шашты. Қазір көресіздер. Осы бұрыштан бастаймыз қазір. Раствор бітті шелекте. Өздеріңіз көріп өстір, көбісі айтады, идеальный тегіс қабырға ғана жарайды деп. Қабырғаны көріңіздер ме? Қотыр, қисық. Негізі штукатурканы правиламен тартып өткеннен кейін бетіне молоко дей ма, өздер солай айтады, бір қолмен шпательмен тағы да бір жағып тегістеп өту керек болған. Біз оны тегістемедік. Қалай қотыр қалды, солай тұр. Қазір осы қабырғаны тегістейміз. Енді диас раствор дайындағанша тағы бір шелекті көрсетсі. Раствор бітті. Бір шелек шамамен
Bir 25 квадратқа жетіп қалды қазір. Мен қалың ба, сұйық жұқа ма, о жағын білмедім. Қазір мына шпательмен тартып көрейік. Негізі кеуіп қапты бұл. Мына жерлер кеуіп қойған екен. Негізі былай тартсақ та болады. Ана жақтардың бәрі қатып қойып, жаңа мен шашып келгенше лифкас кішкене қоюлау жасап тастағанбыз. Мынандай қою лифкастың шашып жатқан кезде артынан бір адам тартып келе жату керек. Немесе сұйықтау қылып шашып, қабырғаны толық шашып болғаннан кейін барып басынан бастасаңыз, басы сізге как раз дайын тұрады ғой. Мына жер нағыз кеп тұрған жер ғой. Асты жаңа көрдіңіздер, қисық-қисық қабырға болған. Қараңыздар қалай әдемі теп-тегіс шығып жатыр. Мен негізі лифкасшық емеспін, сварщикпін, бірақ шпательмен жағу аса қиындық тудырып жатқан жоқ. Бой жетпейтін жерлерін қазір немен қайттан бір тартып жүрейік. Негізі былай да бой жетіп тұр, өткенде бой жеткенше жағып өттім. Бұл шпатель ұстаған кезде қабырғаға жатқызып ұстау керек. Мына жерлер қазір отырып тұр, камерадан көрініп тұр ма? Дұрыс тарта алмадым неге. Басып тартайын еді. Бір, екі, үш. Негізі, яғни қазір тоқты, Рашид тоқты қой тұр. Рашид! Бір, екі, үш. Рашид тоқтыш. Екі, үш. Негізі бұл шпательмен шашып болғаннан кейін бір рет тарту жеткілікті, егер сіздің штукатуркаңыз идеальный болса, теп-тегіс. А егерде қотыр болса, онда 2-3 рет тарту керек болады. О кезде сіз 2-3 рет тартып әуре болмай, бірінші қоюлағып, лифкаста бір шашып өтіңіз, сосын артынан сұйықтау шашып тегістеп кетсеңіз болады. Бірақ бір 2-3 рет тарту керек бәрі шпательмен. Анау ручка туралы айтар болсам, мен өзімен мына жерде мынан пайдасы тиген жоқ, шыны керек. Бұл енді жаңа биік потолоктарда, қол жетпейтін биік қабырғаларда болмаса, бұнымен қарағанда қолмен істеген ыңғайлы сияқты. Енді бұл бәрібір козелға шығып, ар-бері жүргеннен гөрі мынау ыңғайлы керек. Бұған да қол үйрету керек шамасы. Өйткені біздің анау ходулиді киген адамдардың көбісі бірден жүріп кете алмайды ғой, сол сияқты. Қазір тағы да лифкас дайындап, жалпы уақытын сіздерге есептеп айтайық, осы қабырға біткеніне қанша уақыт кеткенін, қанша уақытта. Егер біз тоқтамай істесек, осы раствордың ебін тауып алып, сұйықтығын тоқтамай істесек, қанша уақытта бітіре алатынымызды қазір сіздерге көрсетейік. Біз қайттан шашайық бұның бетіне лифкасты. Жаңа қою лифкасты мен шашып кетіп қалдым, қайтып келгенше кеуіп қапты. Енді тактиканы өзгертеміз. Мен шашып отырам, артынан Диас жағады. Егер сұйық болса, күте тұрамыз, қайтып келгенше. Ол негізі сіз шашатын қабырғаның өзіне де байланысты. Егерде ар жағы гипсовый штукатурка болса, ол бірден лифкастың құрамындағы сұйықтықты өзіне сіміріп алады да, лифкас бірден кеуіп қалады. Ондай кезде сұйықтау шашқандарыңыз дұрыс болар. Лифкасшіктерге лифкас тартуды үйретпейтін шығармыз. Так, мына аппараттың жиі кездесетін мәселелерінің бірі, бұл жұмыс істей алмай қалады, қиналып. Оның себебі біріншісі тоқ жетіспеуінде, көп жерде 4 киловатт, негіз мынау 5,5 киловатт дейді, 4 киловатт, осы 4 киловатты тартпай қалады. 16-лық автоматтар бұны көтере алмайды, 25-лік автомат керек. Екінші жағдай, сеткісі бітеліп қалады. Мынада да бар, жақынырақ көрсетсең көрінемін, араласпай қалған лифкастар. Егер бұны перфоратормен араластырсаңыздар, бұдан да көп болады. Ол кейбір лифкастың түрлеріне де байланысты негізі. Егер қиналып аппаратыңыз жұмыс істемей жатса, сеткіні міндетті түрде қараңыз.
Осы жолғысын сұйық қып жасадық. Негізі түсірмей ауыстыра бересіздер ғой. Сіздерге басына сеткіні көрсету үшін түсірдік. Біз сұйық ливкас шашып бастаймыз. Қазір жұқа шашып өтем. Диас бір қарасын, егер тағы да шашу керек па, жоқ қалыңдату керек па, өзі айтсын. Шашып кете берейін ба? Енді аппарат қоспақ. Әр қосқан сайын воздух шығарып өтіп. Раствор бітті. Сәл сұйықтау болып кетті, негізі сәл күту керек. Мына жерде көрініп тұрма шұңқыр камерадан. Штукатуркадан қалған осындай шұңқырлар қалып кетеді, оны кейін недегі раствор дейді жаңа. Мынаны жағасамадың ба? Диаста опыт жоқ қой. Электрик қой Диас. Мен сантең. Бірақ мынау стена әдемі болып шықты. Мықты. Мынау стенаға шкурка керек жоқ болып қалады. Сен кішкене шкуркаға жұмыс қалдыр, Диас. Шкурка аппарат өтпей қалады ғой. Мына жаққа жақсы шашты. Сен ана жағына үлгермей қалмайын. Аз-аз естіледі ғой. Идеально, Диас, объем. Құрмет көрмендер, егер сіздерде ливкастың объем болса хабарласыңыздар. Бригада. Октипрок. Мынау мықты. Мен базар шашып сен, Диас. Таңертең барып шашып кетсем, кешке дейін өзін жағып бітіре саласың. Сен таңертең барасың, мен істей барам. Болды. Қабырғаның қалған толмаған шұңқырларын толтыру үшін тағы бір жарты шелектей раствор дайындап қойдық. Соны жағып, сонымен бітіреміз, сосын бір жерге шашып кетейік құр, шкуркаға қалдырып. Шпательсі жағып жүргендерді қаншалықты рас, қаншалықты болатын тема екен көрейік. Жай үшін шашып кетеміз де, кепкеннен шкуркілеп көреміз ертең келесі видеода. Біздің қабырғаның негізі бір 2-3 метр бөлігі, аяқ жағындағы штукатуркам негізі дұрыс емес жағылған, қисық қаңыр. Соны тегістеу үшін біз 2 слой шашайын деп жүрміз. Қазір қоюлау. Негізі бірден толтырып кетуге болады, бірден қою қып шашып кетуге болады. Бірақ қабырған барлығы дерлік қисық болса, сондай, онда бәрін сол қоюмен бірден айдап шықса болады. Егер тек бір кішкене бөлігі ғана сондай қисық болса, ол үшін қою раствор дайындаған тиімсіз болады. Өйткені қою раствор шелектің түбінде біреу қарап отпаса, насос ортасынан ғана сорып алады да, шелектің шетіндегілері ағып үлгермей, қайта-қайта ауа сорып қала береді. Қою раствордың бір тиімсіздігі сонда. Сосын аппаратқа нагрузка болған сияқты болады, бірақ ондай болмайды негізі, айдай береді қоюда. Тіпті тұтқыр болып тұрып қалмаса енді. Қазір кішкене кепкен күтіп отырмыз. Бетіне шаша берсем бол ма дейсіз? Шаша болды. Аппарат қосып жүрсе онда. Тегіс жерге бір шашып кетейін.
қолдан шпательмен тартпаймыз, осылай қалдырамыз. Негізі сәл дұрыс емес шаштым, мен бір келіп ұстамауым керек еді бұлай. Мынандай іздер қалып кетті. Олардың шаш жүрген видеосында біздің тұтынушыларымыз, олар астыға үстіге бұлай тербеп шашатын ғой. Сонда да шкурклеген кезде білінбей кетуі мүмкін. Бұны ертең күннің еншісіне қалдырайық. Ал қазір яс анау қалған жердің шпательмен жағып шықсын. Мен аппарат тазалап жүрейін. Тазалауға бір көп болса 1-2 минут қана уақыт кетеді. Мынандай қалып кеткен шұңқырларды шпательмен бөлек алып толтыра салған дұрыс дейді яс. Оны шашсақ бәрі ғана қуыс толмайды, жан-жағына раствор шашырады. Олынша шпательмен толтыра салайық. Толтырып жатыр өзі. Қазір жуамыз, нан ол үшін қырып тастау керек, ливкасты. Сеткісін бөлек алып жуып қоя саласыздар ғой. Сосын тағы бір айта кетелік, жұмыс барысында аппарат қызады. Гидравликалық май қызады. Бұл қалыпты жағдай. Ол үшін еш уайымдамаңыздар. Мына жерін ұстап көрсеңіздер білініп тұр. Қазір 5 литрлік баклажкада суға салам аппарат. Бірінші нан ішіне ливкас шығарып аламыз. Содан кейін мына шлангының ішінде 15 метр шлангының ішінде біраз раствор қалды. Бұл бір 2-3 квадратқа жету керек. Негізі сіздер растворды расход жасамау үшін материалды жұмысыңыз бітуге бір 2-3 квадрат қалған кезде шелекті алып, орнына су қойып шашсаңыздар, ливкасты да бітіресіздер, аппаратты жуасыздар. Бір оқпен 2 ойнатасыздар. Әжде 1 квадрат ғана жетті ғой. Кейбір кісілер шлангысын 70-80 метрге дейін ұзартып алады. Олардың ішінде біраз раствор қалады ғой. Бұл тазаланды осымен аппарат. Сонымен бүгінгі видеомызды аяқтайық, қорытындылайық. Біздің жаңағы шашып көргендегі экспериментімізге қарағанда, егерде қолдары үйренген кәсіби маман болса, ливкас жасаудың өзінің шебері болса, онда 30 квадрат метрді шашып шығуға бір көп болса 2 минут уақыт кетеді. Артынан жағып өтуге бір 4-5 минут уақыт кетеді жеткілікті. Сонымен шамамен бір 10 минут дейікші уақыт 2 адаммен 10 минутта бітіруге болады. Шашқан адам шашып қойып қарап отырмау керек. Ол да шпательмен алып жағу керек. Раствор дайындау керек. 2 адамның өзімен де біраз жұмыс тындыруға болады екен. Біздің тәжірибеміздің аздығынан, біз кәсіби маман болмағаннан кейін, біз раствордың қоюлығын теңшей алмадық. Соның кесірінен 1-2 рет шашып өттік. Сосын штукатуркамызда біраз нелер болды. Дайын емес, ливкасқа дайын емес штукатурка болды әлде. Солай қалдырдық. Өйткені біздің көрермендеріміз көрсін, қисық қабырғанда тегістеуге болатын. Және де тағы бір түсінгеніміз, бұл кішкентай квадратураларға аппарат сүйреп жүрген тиімсіз болады. Өйткені бұл шашып кете беру керек. Бір адам артынан 2-3 адам жағып отырса, білдем тоқтатпай. Растворды тоқтамай дайындап отырса, 1-2 адам. Сол кезде жұмыс өнімділігі 1000 квадратты қиналмай-ақ істеуге болатын сияқты бір күнде. Енді қабырған бұрыштарына, еденмен қиылысында, төбемен қабырған қиылыстарында аса қатты проблем болмайды. Тағы бір айтары, аппаратты тоқтатпай, тоқтаусыз жұмыс істей берсеңіздер болады. Тек түскі үзіліс кезінде бір демалады аппарат. Сіз шаршамасаңыз, аппарат шаршамайды. Сонымен бүгінгі видеоны аяқтаймыз.
Біздің Алматыдағы магазинімізге Мақатаев 158-дегі мекен-жайға келіп, осы аппараттың қалай жұмыс істейтінін, жаңа видеодағы айтқандарымыз өтірік па, шын ба, егерде күмәніңіз болса, өзіңіз келіп, қолыңызбен шашып, шпательмен жағып, аппараттың да шпательінде сапасын тексере аласыз, қаншалықты пайдалы екенін өз көзіңізбен көре аласыз. Ендеше келіп көріңіздер, демонстрация тегін, бір жағы үйренесіздер қалай жұмыс істеу керектігін. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Oxyprop компаниясы және мен Қуанбай Ерназар.